Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен бүгін сіздерге максималды түрде алаяқтардан қалай сақтануға болатын бір тәсілді көрсеткім келеді. Егер сіз белгілі бір адамға белгілі бір мөлшерде қаржы берсеңіз, немесе белгілі бір кәсіпорынмен келісім шартқа отырсаңыз, олардың жаңағы сенімділігіне күмәндансаңыз, онда келесідей жасауыңызға болады. Біреуге предоплата жіберместен бұрын, біреумен партнер ретінде жұмыс істеуден бұрын осы әдісті қолданып көріңіз. Әсіресе жұмыс берушілерге кеңес беремін. Егер сіздің өзіңіздің қол астыңыздағы жұмысшыға сенімсіз болсаңыз, оны тексерудің бірден бір жолы осындай. Менің ойымша, біреумен жұмыс істемес бұрын, егер ол жеке тұлға болса, оның удостоверениесін, ал заңды тұлға болса, оның свидетельствосын тексеріп қарау керек. Ол үшін біз әдеттегідей Google Chrome'ға кіреміз. Мына жерде поисктан реестр должников деп терсек, бізде әділет министрлігі міне осындай результат береді. Соны басасыздар. ИН болса, ИН номер тересіздер, аты жөні белгілі болса, аты жөні тересіз. Мысалы, мен бір ИНді теріп көрейін. Тергенен найти дегенді басасыздар. Не, по запросу ничего не найдено деген, яғни бұл кісіде қазірше ешқандай задолженность жоқ деген мағынаны білдіреді. Мысалы, келесі бір тағы бір ИН жазып көрсек. Мінеке, мысалы, мына адамда задолженность өте көп, задолженность көп болғандықтан ол кісіде шетелге шығуға болмайды, запрет қойылған. Бұл дегеніміз, бұл адам белгілі бір екінші жеке тұлғаға, немесе белгілі бір кәсіпорынға, яғни заңды тұлғаға, немесе банкке, немесе мемлекетке белгілі бір мөлшерде қарыз бар деген мағынаны білдіреді. Енді физический лицоның аты жөнін үстінен бассаңыз, мына жерде прям шығып тұрады. Кімге, қанша долг, жаңағы қашаннан бастап қарыз деген сияқты барлық мәліметтер шығып тұрады. Тура осылай сіздер заңды тұлғаны, яғни юридический лицаны тоже солай да тексере аласыздар, және де шетел азаматында тура солай тексере аласыздар. Біреумен жұмыс істемес бұрын, немесе біреумен келісім шарт отырмас бұрын, міндетті түрде осылай әрбір адамды, әрбір заңды тұлғаны тексеріп алуға кеңес беремін. Бұл әрине 100% жауап емес, сенімді адам ба, немесе сенімсіз адам ба, бірақ сізге сонда да көмегі тиді деп ойлаймын.